Қарлығаш пен Дәуіт. Бір қарлығаш жардың қуысына ұя салып, қанаты қатпаған балапандары анасы азық әкелуге кеткенде шыдамсыздана күтумен болады екен. Бір күні балапандарды жемекке қарлығаштың ұясына жылан өрмелеп шығып бара жатады. Мұны көрген қарлығаш аспан мен жерді шарлап, шыр-шыр етіп, балапандарын қорғаудың амалын іздейді. Көкектен көмек сұрай барса, бүркіт қонаққа шақырып еді. Соған барғалы жатырмын, уақытым жоқ дейді. Одан шығып қарғаға барса, үйленгелі жатырмын, мазамды алма дейді. Қарлығаштың амалы таусылып, шырылдап, ұшып келе жатады. Бір кезде Дәуітті көреді. Дәуіт қарлығаштың шыр-шыр еткен дауысын естіп, «Достым, неге зарлайсың?» деп сұрайды. Қарлығаш болса, «Жауыз жылан балапандарымды құртпақшы болып, ұяма өрмелеп жетіп қалды. Соған не істерімді білмей ұшып жүрмін» деп көзінің жасын төгіп жібереді. Дәуіт: «Олай болса, мені жеткіз тезірек» дейді. Қарлығаш қанатын тосады. Дәуіт қарлығаштың жотасына шығады. Көзді ашып жұмғанша ұясына жетеді. Жылан ұяға тақап қалған екен. Дәуіт пен қарлығаш енді бір сәт кешіксе, балапандардың көзін жойып, жұмсақ ұяда масайрап ұйықтамақшы екен. Дәуіт жыланның екі көзін ағызып жібереді. Жауыз жылан сылқ етіп жерге құлап, мерт болады. Дәуіттің ерлігіне сүйсінген қарлығаш онымен айнымас дос болады. Содан бері талай заман өтсе де, екеуі бір ұяда тұрып, бірге өмір сүреді екен.